Сіздермен бірге мен әдеттегідей Мертока. Достар, бүгін мен кедей отбасының 3-ші сериясын шығарайын деп жатырмын. Бұл соңы, или 4-ші сериясы бар ма, короче, көремін. Бастамай жатырып, әрине не істеу керектігін білесіздер. Тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Анашым, сізге бірдеңе айтайын деп едім. Алиса ана жаққа бара тұра қойсын. Жарайды. Анашым, иә қызым, ұялмай айта бер, не болып қалды? Анашым, мен сізге көмектесіп жұмыс жасасам бола ма? Не дейсің, жұмыс? Қызым, сен ондай жұмыс жасамайсың. Анашым, өтініш. Енді сізге де қиын, әкем де келіп көмектеспейді. Қызым, бірақ сен түсінемін маған жаның ашу жүргеніңді. Бірақ маған керек емес, өзім істеп ақша таба аламын. Жарай ма? Жарайды. Бірақ көмекке керек болса айтыңыз, жарай ма? Жарайды. Қызым, уже менің уақытым өтті, қазір мен кейін жұмысқа барайын. Жарайды. Так, бүгін менің қыздарыма демалыс қой деймін. Что-то көп бармын, жүр сабаққа. Қызым, бүгін сендерде демалыс па? Я, анашым, бүгін бізде демалыс. Жарайды, менің жұмысым 2 сағат болады, жарай ма? Үйде отыра тұрыңдар, қорықпай. Анашым, қайда баласыз? Қыз, бала, мен жұмысқа бар келем, жарай ма? Жарайды. Жарайды, мен кеттім. Жарайды, анашым. Али, я не болып қалды. Магазинге бар келек па, ақшаны құртып? Жоқ, анашым ұрсады. Жарайды, қалжыңдаймын. Онда не істейміз? Давайте сен маған ертегі оқып бересің. Давай. Қазір. Так, кеттік, жүр. Жарайды, мен мұнда отырам. Ал. Сол кезде түс болады. Анасының уақыты келетін сәт болады. Так, болды, мен алып келдім. Қызым, ола, мен келдім. Анашым, ура, ақша келдіңіз ба? Я, қарандар енді қазынаған, сендердің заттарын аламыз, және де осы ақшаға. Ура, енді бізде ақша көп. Я, бізде ақша көп, маған көп ойыншық аласыз ғой, я? Я, әрине. Жарайды, онда мынаны қоя салайық, түстен кейін барамыз, жарай ма? Жарайды. Кендер ойнай тұрақ, мен қазір киімді ауыстырып келейін. Ал енді бар болған ақшама осы қыздардың затын берейін, қуам қалсын. Қызым, ола. Анашым, келдіңіз ба? Келіңіз, отырыңыз. Қолыңыздағы не? Не екен, білгілерің кеп тұр ма, қатты? Анашым, не қолындағы? Анашым, қандай сыйлық? Бізге ма? Мынау саған. Әпке, қара, менде 2 сыйлық. Жарайды. Ал енді ашып көрдіңдер. Тоқта, мен бірінші ашам. Жарайды, аша қой. Анашым, новый ойыншық. Ура! Ула, мен кеттім, ойнайым. Рахмет, анашым. Ура, рахмет. Енді мен ашайын. Анашым, ношым ба? Я, қызым. Анашым, маған қалай ақшаңызды кетірдіңіз? Жоқ, қызым, мойындама. Сендер үшін бәрін алып берем ғой мен. Анашым, сіз өте күшті адамсыз. Сізді қатты жақсы көремін мен. Мен де қатты жақсы көремін сені, қызым. Рахмет, анашым. Вау, қандай әдемі. Осы кезде әкесі келеді. Қыздарым, әйелімнен кешірім сұрасам екен. Мен оларды қатты ренжітіп тастап кеттім. Жарайды, не болса да кірейін. Ал кірейін енді. Так, тук-тук-тук. Қандай әдемі телефон. Қазір кім келді көрейін, мен? Ал ашайын. Дәулет, сен мұнда не істеп жүрсің? Жазира, жап баршы, өтініш, Жазира.
Сен мына не істеп жүрсің, айтып бол тез. Жазира, өтінем кешірші мені. Қазір мен сыртқа шығам. Не бетіңмен кеп тұрсың мынаяққа? Мен енді білмей қалдым сендердің осындай жағдайға түскендеріңді. Кешірші, өтініш. Жоқ, айтшы, сен мені уже 3 жыл өткен шығар, таста кеткен, енді кеп тұрсың ба? Я, білемін. Саған да қиын, маған да қиын. Но бірақ неге кеп тұрсың сен, соны айтшы маған. Балаларымды, сағынып кеттім, қызымды, ұлымды. Сағынсаң баяғында келуші едім. Өтінем кешірші, енді ондай жасамаймын. Шын айтасың ба? Иә, шын айтамын, енді ондай тірлік жасамаймын. Онда жарайды, тек 1 жол жарай ма? Жарайды, рахмет. Жүр, онда сен неге кіргізтейін? Жарайды, үйіңді ремонттап берем, жарай ма? Жарайды, жүр. Балалар, такси мында қалып тұр, жарай ма? Жарайды. Балалар, үйге кім келгенін білесіңдер ма? Апам ба? Атам ба? Атама? Ой, әжем келді ғой. Той кетші бар. Жоқ, таппадыңдар. Той, мама, көрсетіңізші кім? Бұл әрине сендердің әкелерің. Әке, мен сізді қатты сағындым ғой. Папа, жандарым менің, қалайсыңдар? Пап, сіз қайттан неге келдіңіз ба? Кет қалмайсыз ба? Жоқ, жандарым, мен кетпеймін. Я, қызым, ұлым, енді папаларың кетпейді. Енді сендердің өздерің бөлмелерің, жаңа үйлерің болып жүрей ма? Ертең көшеміз. Мә, ура! Сізді қатты жақсы көреміз біз. Жандарым, мен де сендерді жақсы көрем. Мә, күшті болды ғой. Әке, қараңыз, мамам новый сотка алып берді. Құтты болсын. Өте күшті екен, иә? Иә, маған қатты ұнады. Сөйтіп кештеп атады. Олар ұйықтайды. Сосын таң атады. Так, заттарымыз тез жинайық, иә? Тез жинағандар. Қазір қызымды оятам. Міне таксиге ақша керек па? Иә, осы керек. Менде әлі көп ақша бар. Үйімізді ремонттауға қойғам. Жартынан сала салайын. Манан сала сал. Аха. Қазір мыналарды ояту керек. Қазір мен оятайын. Аха. Сіз сыртта күте бер машинада. Жарайды, мен кеттім онда. Әли. Дана, Әли, тұрыңдар, кетеміз. Әли, Дана. Анашым, кетеміз ба? Я, қызым, кетеміз, новый үйге көшеміз. Ура! Кетеміз ба не? Ура! Жарайды, Әли, тез киініп кел. Жарайды, Әли, тез киініп тастай ғой, жарай ма? Аха. Енді мен киініп алайын. Мен не кисем болады? Мен осыны кие салайын. Все болды. Қазір мен кітап соткаларын салып алайын. Қызым, тез бол. Я, анашым, қазір. Ура, наконец-то осы кететін болдық қой. Ал енді кеттік, енді жолымыз ашық болсын, жүріңдер. Ал ески, пока, енді біздің новый үйіміз болады. Ал балам, жүре ғой, ойыншығын ұстап алғансың ба? Жүр, кеттік. Достар, осымен осы сериямызды аяқталды. Соңына дейін жетті. Енді қандай серия шығарайын? Комментарийға жазып кетіңіздер. Мен сіздердің сериалдарыңызды шығарамын. Және де тез 500 подписчикке жеткізіп сияқты. Достар, өтініш, сіздерге қатты сенемін мен. Және де сіздерді жақсы көремін. Осындай подписчиктерім болғанына. Осымен біздің сериямыз аяқталды. Всем пока!